Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бүйрекке тас жиналған кезде не істеу керектігі туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Бүйрекке тас жиналса, оның шығуы азап екенін сол сырқатқа ұшырағандар жақсы біледі. Сонымен қатар ол бірнеше сағат ішінде де, бірнеше күн бойы да шығып бітуі мүмкін. Соның шығуын тездету амалдар бар. Біз бүгін сол туралы айтамыз. Бүйректе тасты қуыққа айдап тастау үшін күн сайын 3 литрдан артық су ішіңіз. Шығатын зәр мөп-мөлдір болғанша ішіп жүру керек. Екінші жолы бүйрегіңіз кенеттен ауырғанда мейлінше көптен бақпақтан жасалған шайды ішіңіз. Ол зәрдің шығуына мейлінше күшейтіп, сонымен бірге тастың шығуына жәрдемдеседі. Қанның бүйрек арқылы айналымын жақсартылады. Кептірілген бақпақтың 2 шай қасығын бір шыны суға салып 15 минут демдеңіз. Осы демдеген шайыңызды көбіректен ішуге тырысыңыз. Ал үшінші әдісі суға қосылған лимон шәрбатын бір шынысына 3-тен 2 бөлігін тамақпен бірге ішіп тұрғаныңыз дұрыс. Сізде бүйрек тас аурулары бар ма? Комментарийға бөлісе отырыңыз.